Әлеуметтік желі Instagram, TikTok, Facebook келгелі бері индустрия қаншалықты өзгерді? Индустрия, мен ойлаймын, жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мысалы, Жақсы жағы, жақсы проекттер жасайды. Жаңағы ұлттық арналар, жаңа дәстүрлі әншілер болсын, солар туралы өзіміздің салт дәстүрімізді көрсететін, болмаса жақсы әдемі әншілерімізді, жақсы талғамы биік әншілерімізді көрсететін сондай жақсы проекттерді көрсетуі, ол плюс. Минусы, дәл сол концерттерде мүмкін тағы да айтсам, қайттан жексұрын болатын болдық. Бірақ та оны айтпасқа амал жоқ. Сол білімсіздер, дауысы жоқтар, ананың көмегімен, мынаның сонауымен кіріп кеткен арасында сол концерттерге қатысатындар бүкіл сол проекттің шырқын бұзады. Күшті нәрсені тыңдап келе жатасың да, күшті болып келеді. Арасында анандай бір айранды аштып жіберетін нәрселер болады. Тура сол сияқты әнші сымақ. Сахнада тұруға ешқандай хақысы жоқ әнші сымақтар. Кіріп кеткенде ішің ашиды. Сонымен қатар оның бәрі ютубқа шығады ғой. Оның бәрі тиктокқа, инстаграмға шығады. Сөйтіп, олар өздерін танымал болып жатырмын деп есептейді. Ал былайынша сапа төмен түседі. Өкінішке қарай. Соны көрген жастар ойлайды, былай да болады. Мен де өстіп ыңылдап айта бермеймін бе әнді. Ой, мен әнді алып, переделка жасап, бір студияға барады, дауысы анау тонналистқа түсіп жатыр ма, жоқ па, не важно. Ұрбайдап жазылады, ол тюнинговать етіп, дұрыстап әдемі қылып, сөйтіп әдемі табиғат аясында аузын деп не жақтан түсіре салады да, сөйтіп кете береді. Ондайлар міні миллиард. Енді масқара. Өкінішке қарай. Ол тек қана Қазақстандағы дүние емес. Ол жалпы. Сол минусы, сол YouTube, TikTok, жаңағы Instagramның минусы сода. Ал Қазақстанға келетін болсақ, әрине ұлттық арналарда сарапшылар отырса, кімнің ән айтып, кімнің ән айтпауын қадағаласа, көріп отқан ауылдағы кісілер жақсы дүние тыңдаса, ол ауылда да қаншама балалар өсіп келе жатыр, жасөспірімдер. Қаншама үлкен кісілер бар, тыңдағысы келеді. Ескі әуезді әндерді тыңдағысы келеді. Өңше, білмеймін, ауылдағы кісілер көбісі білесің бе қазір не дейді? Ой, жыншы айтан ғой дейді. Сөйтеді, өзіміздің де мамаларымыз солай айтады. Міне, енді ол өмірдің шындылығы. Ол әрине кішкене енді маған тікелей әсерін тигізбесе де бір шет тиіп өтеді. Енді біз өнердеміз ғой. Сол үшін мен өзімнің тарапымнан қолым жеткенше өзім студенттеріме, сөзім өтетін адамдарға барынша айтып жүремін. Талғамдарын өсіруге. Талғамдарын өсіріңдер, шықпай емес, шығыңдар. Бірақ соған сай болыңдар, Құдай үшін. Сахнаға шығудың да өзінің мәдениеттілігі болу керек қой. Тыңдай ма? Кейбіреулер тыңдайды, кейбіреулер тыңдаған сымақ болады. Жақсы. Қазір өкінішке қарай біреуге кеңес айтуда не ғой, біреу критиканы жақсы қабылдайды, біреу қабылдай алмайды. Қойшы, өз сама знаю дейді. Өкінішке қарай қазір ондай буындар көбейіп келе жатыр.